Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ешқандай миксерді қажет етпейтін осындай керемет торттың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Біз ең алдымен осы тортымызға крем дайындаймыз. Сүтімізді баяу отта газге қойып қойыңыздар. Енді салмасын дайындайық. Оған бір жұмыртқа мен шекер қажет. Екеуін жақсылап шекер еземін дегенше араластырыңыздар венчиктің көмегімен. Біздің жұмыртқамыз аппақ болуы тиіс. Содан соң ұнды қосып, тағы да араластырамыз. Жылып тұрған сүтіміздің жартысын осы салмаға құятын боламыз. Содан соң осы салманы қалған сүтке қосып, крем дайындаймыз. Кремімізді баяу отта үнемі араластыра отыра дайындаймыз. Уақыт өте келе біздің креміміз қоюланады. Сол кезде сары май қосып, сары май ерігеннен соң бізді кремді оттан ала берсек болады. Басқа ыдысқа осылай салып, бетін пищевой пленкамен контакт жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Оған дейін біз тортымыздың тестісін дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң шекерімізді қосып, жұмыртқамыз аппақ көпіршікке айналамын дегенше венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Содан соң сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұндарыңызды алдын ала електен өткізіп қойыңыздар. Бір қасық разрыхлитель салып дайындап қойғанмын. Ұнның бәрін бірден қосып жібермеңіз. 2 немесе 3 бөліп салған жөн. Сол кезде біздің тортымыз биік көтеріліп, әдемі болып шығады. Мінекей біздің массамыз дайын. Осы кезде пештеріңізді қыздырып дайындап қоя беріңіз. Алдын ала дайындалған формаға құйып, массаны кремді бетіне қосамыз. Сіздер бірден қосып жіберсеңіздер де болады кремді. Мен жаңағы кондитерский мешокқа салып узор жасаймын. Сіздер қалай жасасаңыздар да өз еріктеріңізде. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат. Менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.